Бәріңізге сәлем, менде бүгін грибной суп пюре. Бірінші пиязымызды алып турап алатын боламыз. Одан кейін қызып тұрған майымызға салып қуырамыз. Және де ол уақытта қозғырғымыздың сыртын ашып турайтын боламыз. Арасынан бір 2-3 штуктай әдемісін алып қаламыз әсемдік үшін бетіне қойғанға. Және қозғырғымызды салып пісіреміз, қуыратын боламыз. Одан соң сәбізімізді ашып, теркадан өткізіп, оны да қуыратын боламыз. Менде размерлері маңызды емес, себебі мен бұларды измельчить етіп тастаймын. Және де картобымызды салып, жақсылап қуырамыз. Болғаннан соң суын құйып, бетін жауып қоямыз, піскенше картобымыз. Және де тұздауды, перец салуды ұмытпаңыздар. Және де бетін жауып қойып қоямыз. Ал ол уақытта біз сухарики дайындаймыз. Оны духовкаға кішкене қыздырып аламыз. Және міне қозғырғымды салдым. Міне пісті. Енді сливки қоямыз. Суығаннан соң блендерге салып, майдалап алатын боламыз. Пюре қылып. Міне осындай әдемі болып шықты. Жасап көріңіздер. Осылай әсемдік үшін грибы қойып, және де сухаригімізді салып, үстінен көк пиязымызды сеуіп береміз. Ас болсын, ұнап жатса лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыз.